Сізге кәсібіңізді дамытуға немесе ірі зат сатып алуға ақша керек, бірақ оны қайдан алуға болады? Таныстардан қарыз сұрау ыңғайсыз, ал жинау ұзақ. Ең дұрыс шешім микронесие ұйымынан кредит алу. Оның қандай тиімді жолдары бар? Қайырлы күн, менің атым Жания Әбдібек. Бүгін тиімді несие таңдау туралы айтатын боламыз. Мен жеке кәсіпкер. Қазір 2 дүкенім бар, 3 дүкенім бар. Бір дүкенде әйелдердің заттар сатам, бір дүкенде полный химия сатам. Химия зат үйдің заттарында порошок, жуғыш, 3-ші дүкенім азық-түлік. Бірінші рет алғанда дүкенді мен сол уақытта 450 мың теңгені қарызға алып ашқан. Сосын ақшам жетпеген үшін микрокредитке бардым, ақша алдым. Сонымен дүкенім үлкейтіп, бір дүкенді үлкейттім, сосын екінші дүкен аштым, 3-ші дүкен аштым. 9 жылдың ішінде мен 26 рет кредит алыппын. Сол бәрін есептесе, где-то $150 мың болады екен. Ең бірінші алған сумам 150 мың, кейін 250, 500 болған, 750 мың болған, 3 миллион болған. Қазір алатын ақшам әрқашан 5 миллион. 24 айға алам. 24 ай біткенде тағы алам 5 миллион. Дүкен айландыруға, товарды көбейтуге, үй салуға, жағдайымыз жақсауға, сол үшін ақша алдық. Микронесиеде документ жинау оңай, комиссиясы қарайды, адамдарды ойлайды, сұраған ақшаны береді. Банкта индивидуальды предпринимательдерге ақша бермейді, бизнеске бермейді. Соның үшін біз барсақ, бізге отказ келеді. Микрокредитте сол оңай. Микрокредитте бұл банк адамдарды ойлайды. Біз групповой кредит 5 адам болып аламыз, оңай, тез төлейміз. Екі кредит сол 5 миллионды 2 кредитке бөлсе болады. Бірінші кредитім 12-ші числода, екінші кредит 24-ші числода. Сол ақшаны бөледі. Бір кредитім 257 мың, екінші кредитім 186 мың төлеймін. Кредит алатын алдында мен есептеймін. Қанша ақшаны қай фирмаға қандай товар алуым керекпін. Алған ақшаны сразу товар алып жіберем. Сосын сол товарды сатып, уже өзім жағдайым жасаймын. 3 күн сауданы тимеймін просто. 3 күндің сауданы жинап, кредитті барып төлеймін. Микроқаржылық ұйымге созбай, уақыт сағат болғанда ақшасын төлеп, үлкен ақшаларды алып, қысқа мерзімде төлеген үшін маған 4% скидка берген. Сол уже 4% скидкамен бір 6-7 жыл болды. Нарықта несие өнімдері өте көп. Қазір қазақстандықтарға қарыз беретін 151 микронесиелік ұйым бар. Егер тұтыну және ипотеканы қоса есептегенде барлық несиенің 90% жеке тұлғаларға беріледі. Біздің кейіпкеріміз Надира сияқты кәсіпкерлерге қарызды микроқаржылық ұйымдардан алған тиімдірек. Банк кредиті мен микронесиенің қандай айырмашылығы бар? Бұл туралы сарапшыларымыздан сұрасақ. Әсем, қайырлы күн. Сөз кезегі өзіңізде. Добрый день, спасибо за вопрос. Қайырлы күн, сұрағыңызға рахмет. Микронесиені ең төменгі сома 8 мың айлық есептік көрсеткіш көлемінде ғана беруге заңмен рұқсат етілген. Бұл шамамен 19 миллион теңгені құрайды. Ал ең шекті мерзімі 60 айға беріледі. Сәйкесінше, егер сізге одан көп сомада және ұзақ мерзімге керек болса, онда банкке барғаныңыз дұрыс. Ал егер сізге тез арада ақша керек болса, онда микронесие ең ыңғайлы шешім. Себебі банктың рәсімдеу үрдістері ұзағырақ. Анатолий, бұл туралы сіз не ойлайсыз? Основными получателями микрокредитов является та категория граждан, которые... Микронесиеге баратындардың көбісіне дәстүрлі банк займы қолжетімді емес, оның бірнеше себебі болуы мүмкін. Мысалы, олардың тұрғылықты жерінде банк бөлімшесі жоқ, немесе төлем қабілетіне байланысты банктың талаптарына сай келмейді. Кей жағдайда кепіл заты жарамсыз болады. Обязательства по наличию залогового имущества. Пайыздық мөлшерлемеге қарап шешім қабылдауға асықпаңыз. Ставкасы жоғары микронесие банк кредитінен тиімдірек болуы мүмкін. Өйткені банктердің операциялық шығындары көп, сондықтан қарыз алмай тұрып, үстінен төлейтін барлық шығынды есептеп алған жөн. Ол үшін несиені 3 топқа бөліңіз. Алғашқысы негізгі қаржы шығыны. Бұл біздің несиені қолданғанымыз үшін банкке төлейтін ақшамыз. Оған пайыздар, комиссиялар, есепшот ашқанға алынатын төлем, ақшаны шешіп алғанда ұсталатын проценттер кіреді.
Тағы несиені қайтару үшін сізге банк менеджерлер хабарласса, ол үшін де сізден ақша алынады. Екіншісі қосымша қаржылық шығындар. Бұл ұйымдар мен өзге де адамдарға несиені ұйымдастыруға беретін ақшаңыз. Мысалы, сақтандыру, нотариус, бағалаушылар секілді қосымша қызметтер болуы мүмкін. Бірақ микроқаржылық ұйымдардың тұтынушыларына мұндай шығындар кездеспейді. Үшінші тобы қаржылық емес шығындар. Ол әрине сіздің уақытыңыз. Оның бағасы өте қымбат. Тағы бір маңызды жайт микроқаржылық ұйымның сізге қарым-қатынасы. Кредитті жабу кестесі сізге қаншалықты ыңғайлы болуы, құжаттар жинау мен тұлғаны анықтау процесінің жеңілдігі де осы тізімге кіреді. Зачастую, допустим, в банках в отношении уровня дохода... Көп жағдайда банктер төлем қабілетіңізді ресми түрде анықтауды талап етеді. Кейде салық басқармасынан анықтама талап етуі мүмкін. Ал біз тұтынушының оның жазба дәптеріне қарап-ақ бағалай аламыз. Яғни оған қандай тауарлар керек, қандай мерзімге. Бүгін ол не сатты деген сияқты. Вы можете подать заявку. Егер өтініш берсеңіз, сізге менеджер хабарласып бизнесіңізді бағалайды. Кепіл затыңызды да ескереді. Алдын ала мақұлдау алғаннан кейін ғана кеңсеге келіп несиені рәсімдей аласыз. Егер қаласаңыз, картаңызға немесе банктегі есеп шотыңызға аударады. Мұна кестеге қарап, қаржы институттарындағы несиелерді салыстыруға болады. Ең алдымен кестені тігінен 2-ге, көлденеңнен 3 бөлікке бөлеміз. Төбесіне микронесие сомасы, екіншісіне мерзімі деп жазамыз. Әрі қарай бәрі рет-ретмен. Тікелей шығындар бөліміне несиенің қосымша төлемдері мен комиссияларын тізіп шығыңыз. Одан кейін қосымша шығындарды көрсетеміз. Қаржылық емес шығындарға мақұлдау мерзімі мен қайтару кестесін тіркегеніңіз дұрыс. Несие демалысы бар ма? Құжат жинауға қанша уақыт керек? Қызметкерлердің сізге деген қарым-қатынасы қандай? Бәрін ескереміз. Мұндай кесте сізге тиімді несиені таңдауға көмектесіп, артық төлеуге жол бермейді. Одан бөлек жылдық тиімді ставканы осы кестенің көмегімен есептей аласыз. Бұл банктің сізге ақшасын қаншаға сататынын анықтаудың ең тиімді жолы. Годовая эффективная ставка должна указываться в одном из самых... Жылдық пайыздық мөлшерлеме басты тиімділік көрсеткіш ретінде басты пункт болуы тиіс. Сәйкесінше борышкер өзінің ең алғашқы бетте барлық негізгі шарттарды оқи алады. Одан бөлек бұл келісімшартпен бірге қайтару кестесінде көрсетіледі. Көбінесе мөлшерлеме жылдық есеппен көрсетіледі, яғни 1-12 айға есептеледі. Жылдық пайыздық мөлшерлемені есептеудің формуласы былай. Процент сомасы мен комиссиялардың қосындысын тікелей төлемнің қалдығына бөлеміз. Нәтижесін айдың санына бөлеміз де 12-ге көбейтеміз. Ең бастысы мына көрсеткіштерге мән берген жөн. Олар тиімді мөлшерлеме, рәсімдеуге кететін қаржылық шығындардың қосындысы, пайызбен есептегенде шығатын артық төлем. Осы 3 көрсеткіш арқылы несиелерді салыстыруға болады. Қорытынды ретінде сарапшының бірер пікірін тыңдасақ. Әсем? Не стоит доверять третьим лицам, которые предлагают... Несие алып берген үшін сыйақы сұрайтын үшінші тұлғаларға сенуге болмайды. Сондай-ақ үшінші тұлғаларға несие рәсімдеуге болмайды. Ең қиыны ол алаяқ болып шығып, ақшаңыз қайтпай қалуы мүмкін. Несиенің жауапкершілігін өзіңіз көтеретін боласыз. Келесі бағдарламада дәл осы тақырыпта жалғастырып, тиімді және тиімсіз несиелер туралы айтатын боламыз. Қаржылық IQ бағдарламасын көріңізде, ақшаңызды ақылмен жұмсаңыздар. Сау болыңыздар.